Ауғанстанда соғыс болды ғой. 1979 жылы басталды, 89 жылы аяқталды. Орыстың бір жігіті жарақат алады да, ауғандардың қолына пленге түседі. Бұны алып барады да, жаңағы операция жасап, есін жиған кезде айтады: сен исламды қабылдасаң, біз сені аман қалдырамыз дейді. Анау түсінбейді ауғанның тілін. Не деп атсыңдар деп орысша сөйлейді, аналар ауғанша сөйлейді. Сонда ауғандықтардың айтқаны: сен егерде исламды қабылдайтұғын болатын болсаң, біз сені аман қалдырамыз дейді. Біз бір сөзді айтамыз, сен соны қайталайсың дейді. Сөйтіп бәрі жаңағы дабырлап кеп тұрғаннан кейін калима шахада айтады бұған жаңағы: ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Алладан басқа ешқандай құдай жоқ, Мұхаммед оның елшісі, құлы екендігіне куәлік етемін деп осыны айт деген кезде қорыққаннан мыналар бір присяга қабылдайды ғой, армияда ант береді. Сол сияқты бұлардың бір присягасы екен, ішіндегі Мұхаммед деген бір командир екен, соған ант беріп жатқан шығармын дейді да, бұл соны айтып жібереді да, ант қабылдадым деп ойлайды ғой. Аналар калима шахадан айтқан екен, Аллаху акбар деп жан-жаққа тарқасып, жаңа біреу келіп етін береді, біреу келіп суын береді, біреу келіп бас киімін, біреу киім береді. Содан бұл жарақаты жазыла бастайды. Мешітке алып барады бұны, намазға тұрады. Бұл не үшін намаз оқып тұрған өзі білмейді. Ораза келеді. Оразаның кезінде де не үшін ораза тұтып жүрген өзі білмейді. Аналар азаннан кешке дейін тұтса, бұл түсте ұрланып ішіп алады. Үйтіп бүйтіп өз исламды жүрегімен қабылдай алмайды жаңа орыс. Бірақ жаңа орыс айтып жатыр: бірақ мен Мұхаммед деген бір командирді күтіп жүрмін дейді. Ол қашан келеді? Мұхаммед десе, аналардың барлығы жаңағы көздеріне жас келіп, Мұхаммедті айтқан кезде күбір-күбір әңгіме айтып, шаттанып, рахаттанып қалады дейді. Мен демек осы мені Мұхаммед құтқарады. Бір келсе, мен соның алдына шығып, өзімнің шағымымды айтам деп, мен Құдайға табына бастадым дейді. Алла маған Мұхаммедті келдірші, осылардың командирін деп. Түсімде сондай көркем бейнеде бір ақсақал келді дейді. Сөйтті да: ей пәленше, мен Мұхаммедпін деп айтты дейді. Сен калима шахаданы айт, исламды қабылда, біреуін түсіңді айт, екіншісін оянған кезіңде айт деп айтты дейді. Сонда ана кісінің түріне қарап тұрып айтқанын істей бергім келді. Өзінің тіліменен маған калиманы айтты дейді. Мен ұйықтап жатып калиманы айттым, ауғандардың барлығы дабырлап жүгіріп келді қасыма дейді. Не істебасың сен? Сонымен тұрдым да айттым дейді, осындай адам көрдім. Калима шахаданы шын жүрекпен айтып ем. Ана жерде отырған адамдардың барлығының даусынан Аллаху акбар деген, Алла ұлы деген даусынан сол жердегі жаңағы ғимарат күңіреніп кетті дейді. Сондай толғанып кетті. Содан мен исламды сол сәттен бастап добровольно қабылдадым дейді.